Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін пәніміз дүние тану. Бөлім қоршаған орта. Сабақтың тақырыбы адам өміріне ауа райының әсері. 79-шы бет. Оқу мақсаты: ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау. Бүгін сен адам өміріне ауа райының қалай әсер ететінін білесің. Сен ауа райы ауаның белгілі бір уақыттағы, белгілі бір жердегі жай-күй екенін білесің. Ауа райын болжау үшін ауаның температурасын, желдің күшін, аспандағы бұлттың жағдайын, жауын-шашынның болатынын анықтайды. Терезеге қарап, отбасыңмен бүгінгі ауа райы жайлы және жақын арадағы ауа райын білу не үшін қажет екені жөнінде ой бөліс. Халықта күн қызарып батса, ертең күн ашық, ауа райы жылы болады деген түсінік бар. Соны үлкендерден сұрап, сен де білуге тырыс. Келесі тапсырма. Сендер ауа райының адамдарға белгілі бір мөлшерде әсер ететінін байқадыңдар. Ауа райы адамдардың шаруашылық әрекетіне қалай әсер етеді? Суретті пайдаланып, қорытынды жаса. Өте ерте заманда адамдардың өмірі ауа райына тәуелді болды. Тарихқа үңілсек, ол заманда Қазақстан жерінде құрғақ ауа райы қалыптасыпты. Жауын өте сирек жауған. Өсімдіктер қатты ыстықтан қурап, егіншілікпен айналысу мүмкін болмаған. Содан біздің ата-бабаларымыз жылқы, қой, ешкі, түйе өсіруді меңгерген. Қазіргі кезде ауа райы алдын ала болжанады. Өйткені жетілген жаңа техникалар пайда болды. Сұрақ: сенің тұрған жеріңнің ауа райын жайлы деп айтуға бола ма? Оны неге жайлы деп атадың? Енді балалар, мынандай халық болжамдары бар екен. Ауа райын жануарлардың жүріс-тұрысына қарай болжаған екен. Мысалы, ит қарға жатса, не керіліп ұзақ жатса, таяуда күн жылынады екен. Егер осы ит ұзақ ұйықтаса, ауа райы бұзылады. Жерге аунай берсе, жазда жаңбыр жауады, қыста бұрқасын соғады. Ал құмырсқа ертеңгісін илеуінің аузын ашып, ерсілі-қарсылы шұбыра бастаса, тыным таппай жұмыстанса, ауа райы жақсарады. Құмырсқа сапарынан асыға оралса, илеуіне тығыла бастаса, жауын жауады. Тауық жүнін үрпитіп қытқылдаса, ауа райы бұзылады. Және құмға аунап қанаттарын қаққылап сілкінленсе, қауырсынын тарағыштаса, жаңбыр жауады. Үстіне, төңірегіне топырақ шашса, күн шуақты болады. Ал қай кезде жаңбыр жауады? Күн бұлтқа не қызарып батса, күн көзінің айналасы торланса, күн батарда аспан сұрланса, ертеңгісін шөп басы өте құрғақ болса, жаңбыр жауады екен.
Ал ауа райының жақсару нышандары. Күн батарда аспанның батыс бөлігі бұлттан тазарады. Күн батарда көкжиек ашық, оң алады. Күн шапағы кеште қызарып, сарғылт қызыл сәуле шашады. Сол кезде ауа райы жақсарады екен. Үйге тапсырма. Суреттерге қарап, балалар не себепті әртүрлі киінген? Жауап береміз. Олай болса, оқушылар ұялы телефонға сабақтың қалай өткендігі туралы, қалай жұмыс істегенің туралы қысқаша хабарлама жазыңдар. Мен жауап күтемін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.